саламатсыздар ма, YouTube каналының көрермендері? Бүгін сіздермен сметаник пирогы, яғни қаймақты бәліш жасау тәсілімен бөлісетін боламын. Сонымен бізге керегі ұн, май, сары май, шекер ұлпасы, разъедхитель, жұмыртқа, ванилин, шекер, қаймақ, 4 жұмыртқа, ол салмасына керек болады. Біз бірінші қамырын жасап алатын боламыз. Ол үшін біз құрғақ заттарды бірінші жақсылап араластырып, үстіне сары майды салып жаншылаймыз. Күйітілген қамыр жасаймыз. Бір қалыпты жақсылап ұнға араластырғанда мынандай күйітілген қамыр болады. Оған үстіне жұмыртқа араластырып, жұмсақ қамыр жасап аламыз. Оны жарты сағатқа мұздатқышқа қойып қоямыз. Солай қалпын дайындап, сосын мұздатқыштан алып, қамырын ыдысқа жайғастыратын боламыз. Жиектерін әдемі кейіпке келтіріп, жиектерін шығарып, шанышқылап арасын, қамыр көтеріліп кетпес үшін салмасын жасаймыз. Салмасына қаймақ, 4 жұмыртқа, қант ұлпасын қосамыз. Ванилин, бұл жерде мен экстрактысын қостым. Бір тамшы ғана әдемі дәмі шығады. Қоспасаңыздар да болады. Осыны жақсы бір қалыпты қаймақ тәрізді етіп қозғап аламыз қолменен. Міне осылай бір қалыпты етіп қозғап аламыз. Осыны дайын қамырымыздың үстіне құятын боламыз. Бір қалыпты қылып қысып тұрған пешімізге 180 градуста 35 минутта пісіріп аламыз. Міне біздің сметаник қаймақты пирогымыз дайын болды. Сіздермен бірге болған Лейла. Видео ұнаса комментарий жазып, лайк басып, тіркеліп отырыңыздар.